Сәлем баршаңызға, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осылай муравейниктің рецептісімен толықтай бөлісетін боламын. Арнамнан алыстамаңыздар. Алдымен өлшеп алған сармайымызды бөлме температурасында ертіп, сосын жақсылап осылайша миксердің көмегімен майдалап миксерлеп аламыз. Жақсылап еру керек. Сол кезде миксермен жұмыс жасағанда қиын болмайды. Енді майдалап алған сармайымыздың үстіне 3 жұмыртқамызды қосамыз. Үш жұмыртқамызды қосып, оны да жақсылап миксерлейміз. Достар, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздерден қолдау күтіп қаламын. Енді жақсылап миксерлеп алдық. Алдын ала дайындап өлшеп алған ұнымыздың үстінен жақсылап араластырып алған сармай мен жұмыртқамызды салатын боламыз. Осы барлық ингредиенттердің барлығын салып, қамыр илеп, осылайша қамырымызды дайындап аламыз. Осындай қамыр болып шығады. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп, тоңазытқыштың морозилкасына 3 бөлікке бөліп зуала жасап, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Әбден тоңған қамырларымызды осылай листтің үстіне, менде полиэтилен пакетім қалмаған екен, стрейч қағаз қалмағаннан кейін осындай газета салдым. Енді тоңған қамырды осылай майдалап шығамыз. Күштің үлкен жағымен өткізіп аламыз. Қызып тұрған печкада қарап отырып, тез-тез қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Әйтпесе қарайып күйіп кетуі мүмкін муравейнигіміз. Енді оның салмасын дайындайтын боламыз. Салмасыны варенкамен, қойылтылған сүтпен сармайды жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай болып бізде пісіп шыққан муравейникті қолдың көмегімен әбден майдалап алғаннан кейін оның үстіне салмасын салып, муравейниктің пісіп шыққан жерімен қолымен майдаланған жерлерім көрініп түспей қалған екен. Мына жерде осылай түсте болып пісіп шыққан муравейникті қолдың көмегімен майдалап алып, арнайы ыдысқа салып, салмасымен бірге осылай жақсылап араластырып аласыздар. Енді осындай форманы суға малып аламыз. Сол кезде муравейнигіміз оңай әрі тез түсетін болады. Әйтпесе ыдысымызға жабысып қалуы мүмкін. Осылай қасықтың көмегімен қатты басып ішіне саламыз. Онша көрінбей қалды жаңа. Міне қайтадан тағы да көрсетіп жатырмын. Осылай өздеріңізге ыңғайлы қасықтың көмегімен салып, қатты басып шығамыз. Осындай муравейниктер дайын болады.
формасын жоғалтпай тұратын болады. Қатты басып салатын болсаңыздар. Мен үстіне әсемдік үшін осылай шоколадты ертіп үстіне құйып шықтым. Өз қалауларыңызша жасай берсеңіздер болады. 2-3 күн тоңазытқышта тұрса да өз формасын жоғалтпай, дәмін де жоғалтпайды. Осылай күйінше тұрады. Қанша күн сақтасаңыз да міндетті түрде жиын мерекелеріңізге дайындап көрсеңіздер болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі тез дайын болады муравейнигіміз. Дәмі де ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеом соңына дейін көрген болсаңыздар рахмет.